Бел аурулары жарықтың пайда болуынан ауруы да мүмкін. Алайда көп ретте бел бұлшықеттеріне ауыр салмақ түскенде адам осындай күй кешеді. Сондықтан да бел ауруы мазаласа, ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйыңыз. Ол үшін бір стақан түймедақты ваннадағы жылы суға салып, 2 ас қасық магний тұзы мен 5 тамшы лаванда майын тамызасыз. Ваннаға түсіп 10-15 минут жатыңыз. Тұз бен түймедақ бұлшықеттерді босаңсытып, ауырсынуын басады. Ұстамалы ауруларда дәріханалық ауруды басатын дәрілермен бірдей әсер беретін өсімдіктің бар екенін Пенсильвания ғалымдары дәлелдеді. Олар ауруларды 2 топқа бөліп, біріншісін түймедақ сығындысымен, ал екіншілерін басқа дәрімен емдеп көрген. Нәтижесінде түймедақ гүлімен емделгендердің жағдайы